Бұл жұмыста мен ерекше білім беруді қажет ететін оқушымен тапсырманы бейімдеу барысында жасанды интеллект құралдарын қолдану тәжірибесін көрсетемін. Мақсат оқу материалын баланың даму деңгейіне сәйкестендіру. Бұл 3-ші сынып оқулығындағы тиын тапсырмасы. Бұл тапсырма, яғни мәтін мен сипаттама беру тапсырмасы менің оқушыма үшін қиын тапсырма болып саналады. Сондықтан мен ChatGPT құралын қолдандым бірінші кезеңде. ChatGPT-ға сол тапсырманы суретке түсіріп жіберіп, осы тапсырманы бір қысқа, оңай, қарапайым тілмен түсіндір деген тапсырма бердім. Нәтижесінде балаға түсінікті, нақты құрылым пайда болды. Келесі кезеңде дәл осы тапсырманы әрі қарай мысалға алатын болсақ, балаға осы мәтінді визуалды сурет арқылы түсіндіруге болады. Мен бұл тапсырмада тағы да ChatGPT құралына жүгіндім. Промптты әрі қарай ағылшын тілінде ChatGPT жазып береді, өзі тиынның суретін салатын, немесе өзіңіз қазақша жазсаңыз да болады. Яғни маған жаңғақ жеп отырған ормандағы ағаштарға секіре алатын тиынның суретін салып бер деген нұсқалық берсеңіз, ChatGPT санаулы секундтардың ішінде сурет салып береді. Визуалды тірек мәтінді есте сақтауды жеңілдетеді. Сурет арқылы оқушы тиынның әрекетін көреді, орман, жаңғақ, ағаш сияқты тірек сөздер визуалмен байланысады, бұл сипаттама беруді жеңілдетеді. 3-ші кезеңде Grok платформасы жайлы айтқым келіп тұр. Дәл осы мысалды әрі қарай жалғастыратын болсақ, тапсырма негізінде қысқа анимациялық түсіндірме видео жасаймын. Видео тиынның қозғалысын және әрекетін көрсетеді. Видеоның педагогикалық мәні қозғалыс арқылы мазмұнды қабылдау жеңілдейді. Яғни кейбір осындай тапсырмаларда әсіресе мәтінмен жұмыс жасағанда есептерді де осылай жасауға болады. Видео жасап балаға оңай түсіндіруге болады. Осылайша мен 2 түрлі жасанды интеллект құралын қолдандым. ChatGPT ол мәтінді жеңілдету үшін және сурет жасап беру үшін, Grok анимациялық түсіндіру үшін. Жалпы жасанды интеллект педагогтың орнын алмастырмайды, бірақ оқу процесін бейімдеуге тиімді көмекші құрал болып табылады.